Барлықтарыңа қайырлы күн балалар. Бүгін біз 4-ші сыныптың қазақ тілінің 13-ші сабағын өтетін боламыз. Нәтиже сабақ мен не үйрендім? Бірінші жаттығу мәтінді оқы. Көне түркі тілінде чаран сөзі арынды, тасқынды, екпінді, қарқынды өзен дегенді білдіреді. Атау қойылған заманда бұл өзеннің ағысы қазіргідей баяу емес, тасқынды, қатты да арынды болған. Қазіргі уақытта өзеннің бұрынғы арнасы тік жарларға айналған. Оның әдемілігі Америкадағы шатқалдан да асып түседі. Сен білесің бе энциклопедиясынан? Астындағы тапсырмаларды орындайық. Енді балалар сұрақтарға жауап бер дейді. Бірінші, мәтінде қай өзен мен шатқал туралы айтылған дейді. Мәтінде Шарын шатқалы туралы айтылған, иә? Ол қайда орналасқан? Ол әрине бізде Алматы облысында орналасқан. Қарамен жазылған сөздердің ішінен айтылуы мен жазылуында өзгешелігі барларын тауып кестеге орналастыр дейді. Жазылуы мен айтылуында, яғни қандай өзгешеліктері барын тауып осы жерге жазамыз. Мысалға, түркі сөзінде түркі дыбысы өге айналған. Сөзі, яғни дыбысы бұл жерде де өге айналып тұр. Келесі бұрынғы, яғни дыбысы ұға, дыбысы ыңға айналып тұр екен. Келесі екінші жаттығу, көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны қойып көшіріп жаз дейді. Қазақстан деп ары қарай біз тиісті қосымшаларды қойып біз жазамыз, көшіріп осы мәтінді. Қазақстан біздің сүйікті атамекеніміз. 1991 жылы желтоқсанның 16-сы ел тарихындағы ұлы күн. Сол күні Қазақстан өзінің тәуелсіздігін жариялады. Қазақ халқы ғасырлар бойы аңсаған арманына жетті. Еліміз егемен мемлекет болды. Келесі үшінші жаттығу, Қазақстан туралы кітаптар мен энциклопедиялардың көмегімен сұрақтарға жауап беріп көр дейді. Қазақстан халқының саны қанша дейді? Қазір 20 миллион, Қазақстанда неше облыс бар? 17 облыс бар. Жер көлемі жағынан Қазақстан дүние жүзінде нешінші орын алады? 9-шы орын алады. Қазақстанда қанша ұлт өкілі тұрады? 100-ден астам ұлт өкілі тұрады екен балалар. Келесі 4-ші жаттығу, өзің тұратын жерге саяхат жасау картасын әзірле, әр сұраққа жауап жаз дейді. Саяхатқа қай жерге барасың? Мен саяхатқа Түркістанға барамын. Неліктен сол жерді таңдадың? Себебі ол жерде әртүрлі кесенелер, мысалы Ахмет Яссауи, Домалағана, тағы да басқа кесенелер көп. Ол жерге қай кезде барған қолайлы? Ол жаққа қай мезгілде болсын бара берсе болады, бірақ көбісі әрине жазда барады. Саяхат несімен есте қалады? Жалпы Түркістанның өзі өте әсем қала болғандықтан, әрине ең алдымен әдемілігімен есте қалады. Келесі 5-ші жаттығу, сыныпта ана тілімізді құрметтеуді насихаттайтын апталық өткізу керек. Оны қалай жоспарлауға болады, сен қандай шаралар ұйымдастырар едің? Бірінші, әртүрлі тақырыпта дебаттар өткізетін едім. Мақал-мәтел жаңылтпаш жарыстыруға болады. Қазақ тілінде сахна өнерін көрсету, концерттер ұйымдастыруға болады екен, яғни ана тілімізді құрметтеуді насихаттайтын апталық өткізу үшін осыларды жасасақ болады екен. Тағы да өздеріңіздің нұсқаларыңызды қоссаңыздар болады. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.